Адамдар неге түшкіреді? Сәлем достар, менің арнама жазыла кетіңіздер. Және жоғалтып алмау үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Халық арасында түшкіру туралы аңызға бергісіз әңгімелер көп-ақ. Олардың қайсысы жалған, қайсысы факт екенін аңғара бермейміз. Түшкіру қалай пайда болатын құбылыс? Адам көзін ашып тұрып түшкіре ала ма? Ұйықтап жатқан адамның түшкіреуі мүмкін бе? Бүгін осындай қызықты сауалдарға жауап іздейтін боламыз. Биологиялық тұрғыдан алатын болсақ, түшкіру адамның қорғаныш факторы. Ол шартсыз рефлекс болғандықтан, басқару орталығы мида орналасқанына қарамастан, адам оны өзі басқара алмайды. Мысалы, көзге бір нәрсе жақындағанда, қорғаныс мақсатында өздігінен жұмып қаламыз. Сол сияқты шаң, қара бұрыш сияқты зиянды және тітіркендіргіш заттың жақындағанын сезгенде кеңірсекте шартсыз рефлекс пайда болады. Адамда аллергия болғанда түшкіру процесі жиілейді. Себебі тыныс жолына бөгде зат кетіп қалмау үшін организм түшкіру арқылы зиянды заттарды сыртқа шығарады. Демек, түшкіру қорғаныш факторының қызметін атқарады. Түшкіру процесі әдетте адамның кеңірсегінде жүреді. Кеңірсек адамның ішіне шаң, тозаң, микроб сияқты зиянды нәрселердің өтуіне тосқауыл болатын сүзгі. Ауамен бірге ішке кірген зиянды заттар кеңірсектегі сүзгілерді қоздырған кезде адам түшкіріп, зиянды заттарды сыртқа шығарады. Дінде түшкіруді Алла тағаланың адам баласына берген үлкен нығметтерінің бірі деп көрсетеді. Хадистердің бірінде Алла тағала пенденің түшкіргенін жақсы көреді делінген. Түшкіргенде Аллаға мадақтаулар болсын деп шүкіршілік келтіру әдептіліктің белгісі. Адамның аурудан амандығын тілеп, денінің саулығын тілеу дәстүрі де осыдан қалса керек. Арамызда күнге қарап түшкіретіндер де кездеседі. Ғалымдардың айтуынша, бұл күннен түсетін ультракүлгін сәулелердің әсерінен болады. Түшкірген кезде адам міндетті түрде көзін жұмады. Көз шартсыз рефлекске бейім, басты мүше. Ағза тітіркенген жағдайда ең алғашқы белгілер көзге беріледі. Сондықтан тітіркенген және түшкірген кезде адам көзін жұмады. Ал ұйықтап жатқан адамның түшкіргенін көрдің бе? Әрине жоқ. Себебі адам ұйқы фазасында болған кезде адамның ағзасы әлсіреп, аз уақытқа болсын демалады. Бұл кезде адамның ағзасына тітіркендіргіштердің әсері сезілмейді. Сондықтан адам ұйықтап жатқан кезде түшкірмейді. Ең бастысы, түшкірген кезде аузыңыз бен мұрныңызды жабуды ұмытпау керек. Себебі түшкіргенде адам организмдегі бактериялар сағатына 160 шақырым жылдамдықпен таралады екен. Сіздермен бірге болған Тән саулығы арнасы.